Ева, біз қай елде тұрамыз? Біз Қазақстанда, Шымкент қаласында тұрамыз. Мемлекеттік тіліміз қай тіл? Мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Kızım, отан отбасынан басталады. Біз отбасымызда әр сенбі күнде мемлекеттік тілде сөйлеуге арнаймыз. Бүгін біз тәуелсіздік саябағына серуенге барамыз. Алакай! Ева, Таисия, біз тәуелсіздік саябағына келдік. Ана тілін білмегеніңде өз-өзіңді мазақ қылуде, қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Мына алтын шаңырақ, ел бірлігі тәуелсіздік монументі. Ондағы 137 тереу, еліміздегі 137 ұлт пен ұлыс өкілдерінің бірлігін бейнеледі. Бүгінде күн нұрын төккен, жүрінде жұпар сепкен, неткен сұлу, неткен көркем, асының туғанын кім. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар, неткен сұлу, неткен көркем, асының туғанын кім. Озған азат күніңде, ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде, қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Мейлі қазақ бақ шауып, қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде, қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның. Мына өреміздер алау. Мына елдің бар. Мынау жер ана тәуелсіздік монументі. О, Алакай, туған жер, жақсы ауыл бақша балалары, көзге үстіп көріне, сенің алған таңдары. Озған азат күніңде, ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде, қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі,